Армысыздар, қадірлі қазылар алқасы және өнер сүйер көрермен. Арманы асқақ, мақсат айқын жастар, елдің ертеңі. Менің есімім Дайрашов Мейрамбек Батырханұлы, өндірістік оқыту шеберімін. Ұстаздық жол ұлы жол. Бұл жолда маған бағыт бағдар беріп, өндірістік оқытудың қыр-сырын үйретіп жүрген білікті тәлімгерім. Мен 1996 жылдың көктемінде қасиетті Түркістан топырағында Қазыналы Мақтаарал өңірінің Атакент кентінде дүниеге келдім. Білім негізі 2002 және 2009 жылдары Қаныш Сәтбаев атындағы мектепте қаланды. 2011 және 2015 жылдары Мақтаарал аграрлық колледжінде электрмен қамтамасыз ету мамандығы бойынша алғашқы кәсіби бағдарымды айқындадым. Ел алдындағы азаматтық парыз биік мұрат. 2016 және 2017 жылдары Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің Батыр президенттік полкінде мерзімді әскери қызметімді өтеп шыңдалдым. Бұл маған темірдей тәртіп пен отансүйгіштік рух сыйлатты. Өз мамандығымның нағыз шебері болу үшін тек оқу жеткіліксіз, оны өндіріс қазанында қайнап дәлелдеу қажет деп білдім. Сондықтан 2019-2025 жылдар аралығында оңтүстік жарық транзит серіктестігінің Атакент бөлімшесінде әуе электр желілерін жөндеу бойынша 4 разрядты электромонтер қызметін атқардым. Энергетика саласының ыстығы мен суығына төзей жүріп, үлкен өмірлік және кәсіби тәжірибе жинақтадым. Білімімді одан әрі тереңдету мақсатында 2022-2025 жылдары Әлихан Бөкейхан университетінде электр энергетикасы мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін қорғап шықтым. Ал бүгінде жинаған білімім мен мол тәжірибемді жас ұрпаққа табыстау мақсатында 2025 жылдан бастап Түркістан облысы білім басқармасының 14-ші колледжінде электр жабдықтары мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері қызметін абыроймен атқарып келемін. Өмірлік және кәсіби ұстанымым. Шебердің қолы ортақ, ұстаздың жолы ортақ. Шәкірттерімнің бойына тек құрғақ теорияны емес, еңбекке деген құрмет пен кәсіби дағдыны сіңіруді өз парызым санаймын. Менің басты мақсатым еліміздің энергетика саласын өрге сүйрейтін заманауи технологияларды меңгерген, бәсекеге қабілетті әрі білікті мамандар дайындау. Қайрат пен білім ұштасқан жерде алынбас асу жоқ. Байқау барлық қатысушыларға сәттілік әкелсін.